Ақындарымыз аруға теңеген, елбасымыз сыр алаштың анасы деп анаға теңеген. Сырдарияның жағасында тәуелсіздікпен қайта түлеп, ырыс берекесін арттырып отырған бұл Мөрәлі Шәменов ауылы. Ата атымен аталатын бұл ауылдың әрбір төбесі мен тасы, көлі мен жері тарқатсаң сырға толы. Мөрәлі атамыз қазығын қаққан, қазақы салт дәстүрі бұзылмаған ауыл тұрғындарына Айтмұрат Мөрәліұлы ағамыз имандылық үйін салып, әке көрген оқ жонар демекші алыптан туған азамат екендігін дәлелдеді. Жалағаш Мөрәлі Шәменов тас жолы бойында, Көктонды асар маңында 19 ғасырдың орта шенінде Мәмбет әулие өмір сүрген. Ол кісінің қасиеті жалаң қолымен от көсеп, шойын соққан. 7 жасында қасиет қонған Мәмбет әулиенің ұстаханасының орнына 2001 жылы аудан жұртшылығы ас беріп ескерткіш орнатты. Ауылдың батыс жақ беткейінде орналасқан Түмен әулие кесенесі 1879 жылы салынған. 2008 жылдан жергілікті маңызы бар ескерткіштер қатарына енгізіліп, 2011 жылы республикалық бюджеттен қайта қалпына келтірілді. Кесененің шығыс жағынан Түмен әулие мешіті салынды. Шынар аталатын көлдің қорғаушылары һәм қамқоршысы секілді ескерткіш 2012 жылы Шынар анаға арналып мәрмәр тастан қойылды. Сөзімізді ауылымыздан түлеп ұшқан ақын қызымыз Елена Әбдіхалықованың жалынды өлең жолдарымен тәмамдаймыз. Мен Сырдариямын, Оғыз Орда, тұран болған бесігі, Қорқыт қобыз, құран болған несібі, сирағыңнан келмей тұғын суымды, сөкпе баба, кешіні, мен Сырдариямын, бәз баяғы.